Білесіздер ме, менің әкем әлемдегі ең танымал комик бола алушы еді. Бірақ ол бұл затқа сенбеді. Ол консервативті оймен сенімді әрі тұрақты жұмыс бухгалтер болуды таңдады. Мен 12 жаста болғанымда әкемді сол тұрақты жұмысынан шығарып жіберді. Отбасымызбен күн көру үшін әртүрлі жұмыстар жасап, табыс табу керек болды. Мен әкемнің өміріне қарап, өзім үшін біраз сабақ алдым. Солардың бірі сенімді әрі тұрақты жұмыс істеп жүріп те сәтсіздікке ұшырауға болатындығы. Сол үшін өмірде өзіңе ұнайтын іс тауып, өз бағыңды сынап көру керек деп санаймын. Әрине, әкемнен мен басқа да жақсы сабақтар меңгердім. Мен әкемнің өз махаббаты мен әзілдерінің көмегімен менің айналамды жандандырғанын байқадым. Сол кездегі менің ойым, міне, мен осындай болғым келеді. Мен өз уақытымды осындай өмірге арнағым келеді. Менің актерлық мансабымның басталуына дейін біраз уақыт алдында болған жағдай. Әрбір үйге кірген адам 7 жасар баланың баспалдақтан құлап жатқанын көретін. Олар не болды деп сұрайтын. Сонда мен, білмеймін, мүмкін қайталап көреміз деп жауап беретін едім. Кейін баспалдаққа кері көтеріліп, баяу қозғалыс жасап, кері құлаушы едім. Біздің отбасымыз бір түрлі болатын. Менің әкем мен жайлы, сен кішкене ақмақтау емессің. Сен нағыз ақмақтың өзісің деп көп әзілдейтін. Менің күлдірте алатын қабілетімде ол өзінің екінші мүмкіндігін көргісі келді. Мен 28-ге толған кезімде мен 10 жыл шамасында кәсіби әзілқой болдым. Сөйтіп керемет кештердің бірінде мен өз өмірімнің мақсаты адамдардың проблемаларын әзіл арқылы шешу екенін түсіндім. Мен бұны түсінген кезімде өз мақсатымды мәңгілікке проблемадан босататын шіркеу деп бекіттім. Мен бар жан тәніммен осы қызметке кірістім. Ал сіздің мақсатыңыз қандай? Сіз бұл әлемге қандай қызмет көрсете аласыз? Сіздің қандай талантыңыз әлемді өзгерте алады? Бұл түсінуге керекті ең басты зат. Сіздердің енді ғана түсінетін затқа қол жеткізген адам ретінде мен сіздерге шын жүректен жасаған істеріңіз сіздерге бүткіл әлемнің ақшасынан да көп қуаныш сыйлайды деп айта аламын. Себебі сіз өмір бойы тапқан табыстарыңыз, жеткен жетістіктеріңіз уақыт өте келе күлге айналады. Бірақ жүректеріңізде сақтаған от сізбен қалады. Менің адамдарға күлкі мен қуаныш сыйлайтын миссиям мені көкке көтерді. Қараңыздаршы, осы әзіл философиясы арқылы қандай жетістіктерге жеттім. Осылай адамдардың алдында сөз сөйлегенде мені әрқашан эмоциялар мен сезімдер баурап алады. Бұл бір керемет сезім, сенің қызметіңнің арқасында адамдардың өздерінің жақсы жағынан ашылғанын көру. Мен адамдардың байлық пен танымалдылыққа қол жеткізулерін қалайтынымды көп айтам. Бірақ мен олардың байлық пен танымалдылық ішкі қанағаттандырарлық сезім бермейтінін түсінетінін қалаймын. Бұрын мен осы заттардың арқасында бақытқа қол жеткізіп, өзіңді жоғары қоя аласың деп ойлайтынмын. Бірақ маған мен де, менің бақытым да өзімнен жоғары болмайтынын түсіндірді. Себебі бақыт біздің ішімізде. Бұрын менің ойымша, мен деген ұғым бүткіл әлемнен менің денемнің терісімен шектелетін зат еді. Өмірдің мәнісін түсіну үшін маған дене деген шағын көлік берілгендей. Байқағандарыңыздай, менде спорткар емес. Бұл берілген көліктің жалға алынғанын және де күндердің бір күнінде оны қайтарып беру керектігін түсіну қажет. Бертін келе мен деген ұғымға менің көлігімнен тыс дүниеде кіретіндігін түсіндім. Енді мен кабриолет көлігімен жүремін. Жел болса менің шашымды сипалап еседі. Қазір мен сіздермен сөйлесіп тұрғандықтан, ал сіздер мені тыңдап тұрғандықтарыңыздан, сіздер менің бір бөлшегімсіздер, ал мен сіздердің бір бөлшектеріңізбін. Бұл әлемде барлығы бір-бірімен байланысты. Сіздер жаңа өмір есігін ашып жатырсыздар. Есіктің арғы жағында сіздерді көптеген жаңа мүмкіндіктер мен қорқыныштар күтіп тұр. Мен бұл жерде 30 жылдай болдым. Бұл әлем жабайы мысық секілді. Ол сіз оны қолыңызға алып сипаламағаныңызға дейін келіп, сіздің аяғыңызға жармасады. Бірақ аяқ астынан сізді тырнап алады. Сізге көп уақытта оңай болмайды. Бірақ бұл қорқынышты емес, себебі балмұздақ пен шоколад ойлап табылған. Білесіздер ме, кейде өз қайғыңды басу үшін жақсылап жылап алудың да пайдасы бар.
Қорқыныш сезімі өмір бойы сіздің жаныңызда болады. Бірақ оның қаншалықты ұзақ болуын тек сіз ғана шеше аласыз. Сіз өмір бойы өзіңіз ойлап тапқан елестерді көріп, болашақ үшін алаңдай аласыз. Бірақ өміріңіздің дәл қазір және осы жерде болып жатқанын түсіну керек. Қазір жасап жатқан шешімдеріңіз, таңдауларыңыз не махаббатқа, не қорқынышқа негізделеді. Осы сәтте көбісі тұрақтылыққа үміттеніп, қорқынышқа негізделген таңдау жасайды. Біз армандайтын заттар орындалмайтындай, қол жетімсіз болып көрінеді. Себебі біз өз арманымызға өзіміз сенбейміз де, ғаламнан оны сұрауға батылдана алмаймыз. Қараңыздаршы, менің өмірім ғаламнан өз арманыңды сұрап алуға болатындығының нағыз мысалы. Екінші сыныпта оқып жүргенімде біздің сыныпта ирландиялық мұғалім болатын. Бір күні таңғы дұға жасау уақытында ол бізге оған бір зат қажет болса, ол соны дұға жасап сұрайтындығын, кейіннен сол затқа қол жеткізетіндігін айтты. Артқы партада отырған мен біздің отбасымызда велосипед сатып алу үшін ақша жоқтығын ойладым. Сол күні үйге келдім де дұға жасадым. Егер мен велосипедке қол жеткізсем, күнде дұға жасаймын деп өзіме уәде бердім. Әрине, ол уәдемде тұра алмадым. Бірақ 2 аптадан кейін үйіме келгенде мен керемет рөлі бар, үлкен отырғышы бар Мустанг велосипедін көрдім. Осылайша аяқ асты күшті болып кеттім. Менің отбасым маған велосипедті лотереядан ұтып алғанымды айтты, алайда мен билет алмаған едім. Сөйтсем, менің досым маған айтпай, билетке менің атымды жазып жіберіпті. Сол кезден бері менімен осындай жағдайлар жиі болып тұрады. Сіздерге әрқашан ғаламға сұраныс жіберіп, өз армандарыңыздың қалай, қашан орындалатынына уайымдамай айтып отыру қажет. Сіздерге армандарыңыздың қалай орындалатындығын түсіну қажет емес. Сіздерге тек айналадағылардың мүмкін емес деген сөзіне ермей, жаңа мүмкіндіктерге дайын болуыңыз қажет. Өз мүмкіндігімді жіберіп аламын деп қорықпаңыздар. Егер сіз жаңа мүмкіндіктер мен талпыныстарға ашық, дайын болсаңыз, мүмкіндіктер сізге жан-жақтан өздері-ақ келеді. Бұл өмірде барлық зат сіздің көмегіңізбен емес, сіз үшін жасалады. Таңдау жасағанда, өмірлік маңызды сабақ алу мақсатында жасаңыз. Мен мұндай таңдауды сынақтардан өтіп, өзім үшін жаңа зат үйрену үшін күнде жасаймын. Бұның барлығы тәжірибемен келеді. Ең бастысы сену. Өміріңізде қандай жағдайлар болмасын, сенімге жүгініңіз. Дінге емес, сенімге, үмітке емес, сенімге. Үміт азаптайды. Үміт оттан өтеді, ал сенім отты аттап өтеді. Сіздер осы өмірге жаңашылдық әкелуге дайынсыздар. Сол жаңашылдық жолын бастағанда, сіздердің алдарыңызда 2 жол тармағы болады. Махаббат және қорқыныш. Махаббатты таңдаңыздар. Қорқыныш сезімінің сіздің қуанышқа толы жақын жүрегіңізді баурап алуына жол бермеңіз. Барлықтарыңызға назарларыңыз үшін үлкен рахмет.